Ассаламу алейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Біз уже екінші мирға келдік. Прокачкамызды жалғастырамыз. Мен как всегда өзімнің қалай уровень көтергенімді түсірген жоқпын, өйткені ол көп уақыт алады және сендерге қызық емес. Ал кеттік, прокачкамызды бастаймыз. Мен мына жерде уже 1200 уровеньге жетіп алдым. 1200 уровеньге жеткеннен кейін маған ары қарай прокачка қиын болып кетті. Сол үшін мен өзімнің подписчиктерімнен Будда сұрадым. Олардың ішінен менің группамдағы, телеграм группамдағы админім ответ берді. Оған рахмет көп. Бұл баланың аты Гавс, бұл менің группамдағы админ. Если что, Гавс, осы видеоны көріп отырсаң, от души родной, красавчиксың ғой сен, красавчик. Ал енді біз Будданы жейміз және оны версия 2 қыламыз. Оның версия 2 қылмасақ, бізге өте қиын болады прокачка. Ал кеттік. Көріп тұрғандарындай, мен уже 1500 уровеньге жетіп алдым. Оның арқасы Будда фруктың арқасы. Будда ең кайф фрукт, сонымен ойнаңдар. Екінші мирға барғанда, үшінші мирға да барғанда да сонымен ойнаңдар. Мен бүкіл стиль бояға уже 350 мастери жинап алдым. Бүкіл стиль бояға 350 мастери жинағаннан кейін сендер оның бәрін қосып супер хуман деген стиль бояны ала аласыңдар. Бұл кайф стиль боя, самый быстрый, короче. Осыны ала алдым. Короче, мен стиль бояларды алып болғаннан кейін енді өзіме топовый катананы алғым келді, Ренгоку деген. Оны алу маған бірақ вообще жолым болмады. Маған Ренгокудың сундугын ашатын ключ вообще түспеді. Маған наоборот стиль бояны ашатын ключ түсе берді. Надоело шығып кетті да, мен оны алмай ақ қоямын деп скипать етіп жібердім. Короче, кеттік. Екінші мирдағы ең топовый деген оружиені алу үшін біз Усоптың островына барамыз. Ол оружие Усоптың островы. Усопты танитын болсаңдар, вампис көргендер болса, комментке жазып кетіңдер, Усопты көргенсіздер. Ол үшін осы островқа келесіңдер. Сендерде 1500 фрагмент болу керек. Фрагментті сендер рейд өтіп жинайсыңдар. 1500 фрагментке осы оружиені аласыңдар. Бұл кайф оружие енді. Сол гитарадан кейінгі екінші орындағы оружие деп ойлаймын өзім ойым ол. Короче, мен ойладым, екінші мирдан кет қалмай тұрып, біз 100 эктоплазма жинадық. Сосын осы екінші мирдағы топовый мечті алып кетуіміз керек. Ол меч полуночный клинок. Оған 100 эктоплазма керек. 100 эктоплазма осы корабльдегі NPC-лардан түседі. Соны жинап обменять етіп аласыңдар. Мен екінші мирді жүре бермей, уже осы прокачкадан жетеді маған үшінші мирға баруға. Тез үшінші мирдің квестін орындап, сіз шайға кеткім келді. Осы Тревор деген NPC-ға 1 миллионнан қымбат тұратын фрукты бересіңдер. Содан кейін оның ішіндегі Дофламинго деген босты өлтіресіңдер. Осы босты өлтіріп жеңгеннен кейін уже сендерге Рип Индрамен төбелесуге доступ ашылады. Рип Индраны жеңгеннен кейін уже үшінші мирға кете береміз. Так, мен уже Бартоломеоның заданиясын орындап тастадым. Енді Колизейге келеміз да, осы NPC-мен сөйлесеміз, сосын Рип Индрамен разна-раз шығамыз. Оны до конца өлтіре алмайсыңдар, өйткені ода, білмеймін, осындай сюжет не дейіне. Осылай жартық пісіп кеткеннен кейін уже осындай сюжет бастап кетеді. Ал кетіп көріңдер. Короче, естіп тұрсың ма? Если сен аккаунт отқың келсе, ең көп конкурс болатын тиктокерге тіркелсе, онда осы тиктокер күн сайын конкурс істейді аккаунттарға. Соған тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Так что ең топовый аккаунттар сода. Ал біз уже бүкіл заданияны орындап тастадық. Енді біз эпично үшінші мирға кете берсек болады. Видеоның жалғасы уже ертең шығуы мүмкін. Видео жалғасы бар. Үшінші мирді айыртсаймыз жіктер. Сосын аккаунт сатып алғысы келетіндер маған вичка жазыңдар. Сатып алғысы келетіндер, өйстіп дамып қиналып жүрген келмесе, онда арзан сатып алсаңдар.